Сәлеметсіздер ме? Тағы да бір мультфильм жасаудың келесі жасанды интеллект түрін көрсетіп өтейін. Ол DeepMind, яғни Google'ның DeepMind сайтқа өтеміз. Бұл жерде осылай шығуы мүмкін. Осындай бет шығатын болса, артқа қарай стрелкалар көрдіңіздер ме? Артқа жүресіздер. Яғни VO3 деген шығу керек. И try in flow дегенді басасыздар. И бізде осындай бет ашылады. Create with flow дегенді басамыз. Енді птичкаларды басып, далее былай жылжытасыздар астына дейін. Сол кезде продолж кнопкасы жанады, активный болады. И сол кезде продолжитті басамыз. Енді создать проект дегенді басамыз. Енді бұл жерде бізде мысалы сурет, имидж жасауға және видео. Бізге видео керек қазірге. И видео по описанию, по образцам дегенде сурет қойсаңыздар, сол сурет бойынша жасап береді. Енді мен бірінші видео по описанию деп жаза берейін. Енді дайын промпт айттым, я. Промпттың барлығын ChatGPT-дің көмегімен аламыз. Енді менде екі достың әңгімесі. Осыны дайын промпт алып ставить етемін. Енді стрелканы басамыз. Бізде уже видео кетіп жатыр, е. Дайын болған күтеміз. Бұл жердің бір жақсы жері, мысалы қазір суретті түсіріп алып, сол сурет бойынша жалғастыра беруге болады да, видео по образцам дегенмен ары қарай мультфильмді жалғастыруға болады. Біздің видеомыз дайын болып жатыр. Қазір көрейік. Үстінен бір рет. Мен сен сияқты досымның болғанына қуанамын. Әрқашан достығымыз ажырамасын. Мен сен сияқты досымның болғанына қуанамын. Әрқашан достығымыз ажырамасын. Мен сен сияқты досым. Мен промптта екі дос туралы да екеуі әңгіме айтып келеді. Жаңа мен сен сияқты досым барына қуанамын деген сияқты. Осылай сөздерін өзгерте берулеріңізге болады. Енді фантазия идеяларыңызға қарай осылай жасауға болады. Көрдіңіздер ме? Қазақша әдемі сөйлеп тұр, е. Қайтадан бір рет қойайын. Болғанына қуанамын. Әрқашан достығымыз ажырамасын. Мен сен сияқты досымның болғанына қуанамын. Әрқашан достығымыз ажырамасын. Осылай жасауға болады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Ары қарай осыны жалғастырып алып кетуге болады. Бұны қалай жалғастырамыз? Мына жерде қазір осыны екі баланың суретін сақтап алсақ болады. Ой, кетіп қалды менде. Қазір көрсетейін. Міне. Осы екі баланың суретін мынаяқтан продолжить етуімізге болады. Плюсикті басып. И увеличить длину десеңіздер, мынаны және қосылады да, осыны ары қарай жалғастырып, промпт келесі промпт қосасыз ғой, басқаша сөйлетесіз. Солай жалғастыруға болады екен. Осы бір вариантты жасап көрсеңіздер болады.